Қарым-қатынассыз ереже бүлік тудырады. Бұл менің тақырыбым. Мен өз үйім, отбасымнан, немерелерімнен бастап, жүрген жерімнің бәрінде осы тақырыпты айтам да жүрем. Ал сіз білесіз бе? Баламен қарым-қатынас орнатуды бастағанда сіздің білуіңіз қажет бірнеше нәрсе бар. Біріншісі мынау. Ешқашан кеш емес. Рас, кеш емес. Балаңыздың қанша жаста екені маңызды емес. Мейлі оның жасы 30-да болсын, нашақор ма, түрмеде отыр ма? Не сутенер ме? Сіз бұныңыз күлкілі дейтін шығарсыз. Тыңдаңыз, немқұрайлы жасөспірімге қарағанда, осындай адамның жүрегіне жол табу әлдеқайда жеңілірек. Игі істі бастауға ешқашан кеш емес. Кейде ол біраз уақытты алады. Неге? Сіз әлі талай тарихты бастан өткересіз. Менің тағы үйренген бір нәрсемді білесіз бе? Бала өскен сайын өткен ғұмырыңызды ұғыну оңайға түседі. Сіздің бала тәрбиесінде тағы бір есте сақтау қажет нәрсеңіз. Ер кісілерге қарағанда әйелдердің барлығына таныс жайт. Егер сіздің ондай балаңыз болмаса, сіз әйел болғандықтан сондай баласы бар біреуді танисыз. Мүмкін сіз сондайлардың біреуіне тұрмысқа шыққанда шығарсыз. Менің айтқым келгені, тікелей мағынасында тәрбиеге көнбейтін балалар болады. Оларға қарайсың да, әттең құрсағыма қайта салып, мына шикі баланы біраз пісіріп қайта тусан ғой деп ойлайсың. Дегенмен, ондайлар баршылық. Перзентханадан үйге әкелген сәтті-ақ шолжаң бала болып туылған бірнеше баланы тізіп бере алам. Және бұл жерде бала тәрбиелеу дағдысының еш қатысы жоқ. Осы мәселеге қатысты мен бір кітап жаздым. Оның атауы «Ажырап қалған бұғын». Ғылыми тұрғыдан осындай балаларды қалай айтатынын білесіз бе? Міне былай атайды. Майысқан бұтақ. Тәрбиеге көнбейтін балаларды осылай атайды. Ғылымның тағы не айтатынын білесіз бе? Дәл киелі кітаптағын айтады. Осындай балаларды зорлық-зомбылықтан, есірткі, маскүнемдік және басқалардан сақтап қалудың ең жақсы жолы олармен қарым-қатынас орнатуды жалғастыра беру. Және көбінесе, бірақ әрдайым емес, бұл майысқан бұтақты түзетеді. Сізді жігерлендіргім келеді. Егер сіздің тәрбиелеуге қиын балаңыз болса, онда берілмеңіз. Сіз еңбегіңіздің жемісін көрем дегенше бірнеше жылдар өтуі мүмкін. Ал егер ол бұтақ түзелмеген жағдайда, сіз жоқ дегенде онымен қарым-қатынас орната отырып, оны қоғамға қарсы мінез-құлықтан сақтап қалу үшін қолыңыздан келгеннің барлығын жасаңыз. Тағы да айтам, міне басты қағида. Қарым-қатынассыз ереже бүлік тудырады. Мұны басқаша айтуға да болады. Қарым-қатынассыз шындық қабылданбайды.